мен сендерден мындай балл көрсетілген шам арқылы сұраймын. Бұл яғни сендер ойлаңдар, бұл сұраққа жауап берсеңдер, біздің шамымыз жарқырайды, әдемі болып жарқыраймыз, яғни білім аламыз деген түсінік болсын, иә балалар, әрқайсымызда. Мына жерде екі оқушыға беремін. Әр топқа 2-3 оқушыдан тез-тез жауап береміз. Жауап бере ғой. Қазақ хандығында ең ұзақ билік еткен хан бұл Хақназар хан, ол 1538-1580 жылдар аралығында билік еткен болатын, яғни 42 жыл билік еткен. Жарайсың. Келесі сұрақ. Келесі. Назерке. Қанша жыл билік етті және де қай жылдары билік еткен болатын? 1428 және 1468 жылдар билік еткен, және 40 жыл билік еткен. Жарайсың. Келесі. Гүлнар. Қазақ хандығының құрылу себебі. Қазақ хандығы Керей мен Жәнібектің тұсында 1465 жылы құрылған болатын. Оның құрылу негізгі себебі Әбілқайыр хан тұсында қазақ хандығында жошы ұрпақтарына билік ашу, яғни билік үшін күрес болуы, сонымен қатар озбырлық саясаттың кесірінен. Негізі. Келесі тағы да бір оқушы жауап берсінші. Ару. Қасым ханның әскерінде қанша мың сарбаз болды? Қасым ханның әскерінде 300 мыңдай сарбаз болған. 300 мың. Халқының саны қанша болды? 1 миллионға жетті. 1 миллион, жарайсың, өте тамаша. Балалар үй тапсырмасын келгенде көрініп тұр. Енді бүгінгі жаңа тақырыбымызды бастаймыз. Оқушылар, алдарындағы суретке мән беріңдерші, ойларына қандай ой келеді? Қазақ хандары, дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі сабағымыз тікелей осы қазақ хандарымен байланысты. Себебі осы қазақ хандарымыздың қазақ хандығын нығайтудағы, қазақ хандығын дамытудағы олардың жасаған еңбектері. Мейлі ол сыртқы саясат болсын, мейлі ол ішкі саясат болсын, жасаған шығарған заңдарына байланысты, әртүрлі мемлекеттермен жасаған дипломатиялық қарым-қатынастары болсын, дәл осы мағынада бүгінгі сабағымызды толық түсінеміз деген ойдамын. Келесі кезекте біз видео көріп алайық. Мұқият қарап отырамыз. Себебі осы видеода сұрақтар қазір болады. 16 ғасырлардың басы. Құрметті балалар, тұтас мемлекетті алтын ордаға формальды түрде бағынып, дербес мемлекет ретінде өмір сүрді. Ақ ордадан бастау алып, қазақ хандығы құрылып нығайғанға дейін жергілікті этникалық негізде қалыптасты. Шығыс Есті Қыпшақ жеріндегі көшпелі халық бұқарасы соғыстар мен тартыстардың өшуіне, хандар мен феодалдардың қол астынан күштеп қоныс аулауымен жауап берді. Ол кезде жетісуды билеген. Бүгінгі сабақтың мақсаты Қазақстанда мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи кезеңдерін түсінеміз, және Ақ Орда, сондай қазақ хандарының тарихи сабақтастығын анықтаймыз. Бүгінгі сабақта кездесетін бізде кілт сөздер, немесе тек сөздер қазақ хандығы, этникалық аумақ, шайбанилер, Бұхара хандығы, Ноғай, егемендік, құқықтық жинақ деп. Біз бұл сабақта қазақ хандығы бөлініп шықты, білесіңдер. 10 жылдары қазақ хандығы Қозыбасы деген жерде орналасқандығын білесіздер. Мына түсті көріп тұрсыңдар ма, сәліз түсті, дәл осы жерде Керей мен Жәнібек 1465 пен 66 жылы қазақ хандығын құрған болатын. Ол Әбілқайыр хандығынан бөлініп шықты. Бұлар екеуі де сонау жошы, одан кейінгі орыс ханның ұрпақтары болып келеді. Осы 65 пен 66 жылдары құрылғаннан кейін ары қарата қазақ хандығын нығайту, қазақ хандығын дамыту, әрине бұл олардың ұрпағында, ұрпағының қолында. Керей мен Жәнібек тақтан кеткеннен кейін, яғни қайтыс болғаннан кейін, оның орнына оның баласы, Керейдің баласы бұрындық отырады. Міне осыдан бастап, одан кейін 11-ші жылдардан ары қарата Қасым хан отырады. Қасым ханның тұсында
тұсында балалар бұрын соңды болмаған қазақтардың бірігуі басталады. Болмаған қазақтардың саны көбейеді. 1 миллионға жуық саны болатын болса, әскерінің саны 300 мыңға дейін жетеді. Жеке әскерінің саны 160 мыңға дейін жеткен. Балалар бірінші топқа фишбалон әдісі арқылы, яғни қазақ хандығын құрудағы қандай проблема болды. Кез келген жағдайда балалар, кез келген жағдайда тарихты оқып отырған кезде біз көп проблемаларды анықтаймыз. Сол кезде қазақ хандығын біріктіруде, қазақ хандығын құруда, ары қарата дамытуда қандай проблема болды, соны табасыңдар, оның себептерін анықтайсыңдар, оған дәлелдеме келтіресіңдер, бірінші топ, одан кейін қорытынды жасайсыңдар. Ал екінші топ свод әдісі арқылы қазақ хандығын құрудағы әлсіз, күшті, мүмкіндіктері, қауіптер деген сұрақтарға жауап бересіңдер. Үшінші топ оқушылар хикая картасы әдісін пайдаланамыз. Сендерге қазір ресурстар беремін. Соны қалай пайдаланасыңдар, ол сендердің фантазияларына байланысты, шеберліктеріне байланысты. Бұл жерде ең бірінші мақсаттары оқиғаларды хронологиялық реттілігімен орналастыру қажет. Ол тұлғаға байланысты болуы мүмкін, ол оқиғаға байланысты болуы мүмкін. Ең бастысы хронологияны шатастырып алуға болмайды. Түсінікті ме балалар? Оқушылар ресурстарын беремін. Алдарында қосымша мәліметтерім бар, алдарында оқулықтарым бар, соның барлығын естісіңдер, пайдаланасыңдар. Ресурстарын пайдаланыңдар. Немен жабыстырып Бақыт кетіресіңдер, қорытынды жасайсыңдар. Оқушылар, бастаймыз. Бірінші топ келші. Себептері ол халықтың халық ішіндегі саяси экономикасының тұрақталуы. Бұл себептері 15 ғасырдың ортасында қазақ этносы үш топқа бөлінген еді. Ноғай орда үш мемлекетте бөлінген еді. Ноғай ордасы Әбілқайыр хандығы және Моңғолстан болған. Қазақ тайпаларын бір мемлекетке айналдыру ісі ол Орыс ханның ұрпақтары Керей мен Жәнібек үлес қосқан еді. Мұхаммед Шайбани арасындағы сыр бойындағы қалаларға 15 ғасырдың 80-90 жылдары соғыс басталған болатын. Бізге берілген сортты атау, оның күшті жақтары, әлсіз жақтары мүмкіндіктері мен қауіп-қатерлерін айтып кетеміз. Бірінші әлсіз жақтан айтып кететін болсақ, Қасым хан мөлкі билеушінің бірі болған болатын, және оның кезінде мемлекет өркендеп тұрды. Кейін Қасым хан өлгеннен кейін мемлекеттің құдіреттілігі қашып кетті. Және де қазақтардың қолында тек жетісу мен оларға қосылған қырғыздар ғана қалған болатын. 1537 жылы Моңғолияның Бұхара билеушісімен одақтасып, олар қазақ-қырғыз әскерін ауыр жеңіліске ұшыратқан. Және бұл туралы тарихи Рашидидің авторы Мұхаммед Хайдар Дулати бұдан кейін қазақтар жоғалып кетті деп жазған болатын. Келесі күшті жақтан айтып кететін болсақ, осы 16-17 ғасырларда қазақ хандығы нығая түскен болатын. Оның шекарасы едәуір ұлғая түсті. Өз тұсында осы жерді біріктіру процесін жедел жүзеге асырып көзге түскен хандардың бірі ол осы Жәнібек ханның ұлы Қасым хан. Қасым ханның тұсында қазақ хандығының саяси және экономикалық жағдайы нығая түскен болатын. Ол билік құрған жылдары қазақ халқының қазіргі мекен тұрағы қалыптасты. Қауіп-қатер бұл 1520-1540 жылдар аралығында осы қазақтар үшін өте қауіпті сынақ ретінде болды. Ал және де өзара шайқастар мен соғыстарда осы көптеген адамдар қырылып, этникалық осы маңызды бөліктерді жоғалтты. Солай болғанымен де осы қазақ мемлекетінің негізі ретінде осы қазақ
хандығы сақталып қалды. Таққа таласуға таластың өте үлкен уақыт кеткен болады және ол 16 ғасырда және 16 ғасырдың 90-жылдарынан бастап 17 ғасырдың басынан Келесі Хақназарға 1538-1590 жылдар аралығында билік еткен болатын. Бұл қазақ хандарының ең ұзақ билік еткен хан болып табылады. Хақназар хан осы Қасым ханның хан деген туған ұлы болып табылады. Хақназар шамамен 42 жыл билік еткен болатын. Яғни қарап тұрсақ, бұл қазақ тарихындағы ең ұзақ, осы 300 жылдық тарихында ең ұзақ билік еткен хан. Хақназар хан осы қазақ хандығында келген кезде қазақ хандығы гүлденіп және де нығая түскен болатын. Және де осы Хақназар хан әскери, мәдени және де әлеуметтік мәселелерді шешіп, қазақ хандығын нығайтты. Барлығымыз бір-біріміздің жұмысымызды бағалау үшін шапалақ қойып қояйықшы. Топтық жұмыстарына мен 10 балл деген баға беремін. Енді балалар тақтаға қараймыз. Хандар берілгеннен осыны рет-ретімен кімнен кейін кім хан болғандығын тез-тез айтып берейікші. Бұрындық, одан кейін Қасым, одан кейін одан кейін енді дұрыс жауапқа тексерейік. Дұрыс па екен? Дұрыс, иә? Балалар, екінші тапсырма балалар, екінші тапсырма. Ақ-Орда мен қазақ хандығының тарихи сабақтастығы және қазақ хандарының халықты құру мен нығайтудағы рөлін анықтаңыз дейді. Кім? Қандай рөлі болды? Кім айтады? Назерке? Қазақ хандары сыртқы басқыншылық пен осы билік үшін ішкі күреске қарамастан қазақ мемлекетін сақтаған болатын. Келесі бөлім. Қазақ хандығының этникалық және саяси үдерістердің заңды нәтижесі болды. Келесі. Жания. Бұл мемлекеттің ыдырау дәуіріндегі үш мемлекеттің Ақ-Орда хандығы және Моғолстан арасындағы оқиғалар сабақтастығы қазақ хандығының арқылы. Бүгінгі сабаққа дайындалып келгендерің үшін рахмет. Жақсы көңіл күйде аяқтадық. Бүгінгі сабақтан сендер үлкен білім алдыңдар деп ойлаймын. Болашақта керек болатындай. Қазір мына стикерді таратып беремін. Бұл стикерде бүгінгі алған білімдерім жайында, сабақтағы алған әсерлерім жайында қысқаша кері байланыс жазып, мына жерге не істейсіңдер? Салып кетесіңдер. Яғни маған WhatsApp-қа SMS жазып кетесіңдер. Жарай ма? Сізге де осылай керемет сабақ